Сәлеметсіздер ме? Біз Санжар Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінің 2-ші курс терапевт резиденттері. Бүгін біз сіздерге абонор жүйесі бойынша қан тобын қалай анықтау керектігін көрсететін боламыз. Бұл процедура стерилді ортада және қауіпсіз ортада болуы қажет. абонор жүйесі бойынша қан тобын анықтаған кезде, мына кестеде көріп тұрғандарыңыздай, агглютинация реакциясына қарай қан тобын анықтаймыз. Егер де анти-А, анти-Б, анти-АБ ұяшықтарында ешқандай реакция болмаса, онда ол бірінші қан тобы болып саналады. Анти-А, анти-АБ-да реакция болып, анти-Б-да реакция болмаса, онда ол екінші қан тобы. Анти-Б, анти-АБ-да реакция болып, анти-А-да реакция болмайтын болса, онда ол үшінші қан тобы болып саналады. Егер де үшеуінде де реакция болатын болса, онда ол төртінші қан тобы. Қолымызда өңдеп жуып, қолғапта құюымыз қажет. Одан кейін керекті құралдарды дайындаймыз. Ең алдымен бізге қан тобының абонор жүйесі бойынша анықтау үшін анти-А, анти-Б, анти-АБ және де резонанстық анықтау үшін анти-Д реагенттері қажет болады. Содан кейін науқастың қан үлгісі, және де бізге пластик немесе шыны планшет, және де пластик немесе шыны таяқшалар қажет болады. Қан тобының абонор жүйесі бойынша анықтау үшін ең алдымен реагенттерді ұяшықтарға тамызамыз. Ең алдымен анти-А ұяшығына анти-А реагентін тамызамыз. Анти-Б ұяшығына анти-Б реагентін тамызамыз. Одан кейін үшінші ұяшыққа анти-АБ реагентін тамызамыз. Және де төртінші ұяшыққа анти-Д реагентін тамызамыз. Одан кейін науқастың қанын ұяшыққа тамызып шығамыз. Одан кейін пластик таяқшамызды алып араластырамыз. Реагенттермен қанды араластырып болғаннан кейін 1 минутқа дейін күтеміз реакцияның жүргенін. Бізде анти-А, анти-Б және анти-АБ ұяшықтарында реакция болған жоқ. Және де анти-Д ұяшығында реакция бар. Біздің науқастың қан тобы бізде бірінші резус-фактор 10. Қорытындылай келе або жүйесі және резус-фактор бойынша қан тобын анықтау трансфузиологиядағы негізгі әрі міндетті әдіс болып табылады. Процедураны дұрыс орындау науқастың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді және асқынулардың алдын алады. Зертханалық процедураны дұрыс орындамау түрлі асқынуларға алып келуі мүмкін, сондықтан әрбір нәтижеге мұқият қарауымыз қажет.